Зомби апокалипсисінің пайда болуының 5 себебі. Сіздермен бірге Қасиет, ал біз видеомызды бастаймыз. Біздің көпшілігіміз зомбилердің тек сүйікті фильмдеріміздің режиссерінің қиялында болатынына сенімдіміз. Алайда, зомби апокалипсис идеясы біз ойлағаннан гөрі шындыққа жақын. Әрине, ол фильмдерде суреттелгендей күтпеген жерден келмейді. Алайда, мұндай жағдайдың да пайда болу ықтималдығы жоғары. Егер белгілі бір вирус кенеттен өзгеріп, зомби инфекциясы деп айтуға болатын нәрсені тудырса, шын мәнінде мұндай ауру эпидемияға әкелуі мүмкін. Коноп 8888 файлдары. 2014 жылы Гордон Любель, 30 жылға 2011 сәуірдегі ақш-тың қызықты құпия әскери құжаттарын иемденді. Оларда ол зомби апокалипсисімен күресу үшін мемлекеттердің шынайы әскери жоспарының егжей-тегжейін ашты. Қауіпті оқшаулау және зұлым зомби сияқты тіркестер үнемі қолданылып келеді. Жарияланған құжаттардың арқасында әскери күштерді жауап беруге мәжбүр болды. Олар зомби сөзін байыпты қабылдауға болмайды деп мәлімдеді. Ол кез келген дерексіз қауіптің белгісі ретінде қолданылады және дипломатиялық мәселелерден аулақ болады. Бұның әрине мағынасы бар, әсіресе дипломатиялық қатынастар тұрғысынан. Алайда көптеген интернет пайдаланушылары мұндай түсіндірулерге сенбейді. Питер Гамингистің зерттеулері. Бостон университетінің ғалымы Питер Гамингис қазірдің өзінде бірнеше аурулар мен жағдайлар бар. Бұл адамның зомби сияқты болуына әкеледі дейді. Егер патоген тез таралып, мутацияға ұшыраса, қорқынышты фильмдердің сюжеті қайталануы мүмкін. Гамингистің айтуынша, бұл мүмкіндікті түсінудің кілті мидың фронтальды лобының зақымдалуын зерттеу болады. Ол бұл зомбилердің жағдайына ұқсас өмір сүрудің алғашқы инстинкттеріне дейін ақыл-ойдың қалпына келтіреді деп сенеді. Тарихта кейбір жағдайларында одан да қызықты және де алаңдататын жағдайлар болған. Мысалы, 1918 жылғы испан тұмауының өршуі кезінде бірнеше адам осындай жағдайдан зардап шекті. Бұл адамдарда тұмау вирусынан туындаған латорагиялық энцефалит болды. Алайда осы уақыт ішінде басқа адамның кез келген ынталандыру мен нұсқаулықтары есінен танып қалуға мәжбүр етті. Өз теорияларын растау үшін Гамингис зомби зерттеу қоғамдығының кеңесшісі ретінде жұмыс істейді. Құтыру сияқты вирус мутацияға ұшырап зомби тудыруы мүмкін. Зомбилер туралы ойланып отырып, адамдардың көпшілігі қабірлерінен шыққан өлілердің суретін елестетеді. Алайда 2010 жылы Майами университетінен Самита Андерански керісінше деп мәлімдеді. Оның айтуынша, өлгендердің қайта тірілуі екі талай сценарий, бірақ құтыру сияқты вирустың мутациясы өте нақты. Сонымен қатар, ол бұл мутацияланған штамп бүкіл әлемге таралуы мүмкін және зомби түрлеріне ұқсас жағдайды тудыруы мүмкін екенін көрсетті. Егер мұндай вирус планетаның халқын қамтыса, адамзаттың болашағы қорқынышты болар еді. Жануарлар әлеміндегі зомби. Жануарлар әлемінде зомбилердің көптеген мысалдары бар. Бұл қастандық теориясының кішкене кеңістіктерінде қадағалайтын адамдардың алаңдатады. Негізі алаңдатушылық бұл табиғи механизмдердің ғылыми зертханада көбейтіліп, жалпы халыққа қарсы қолдануы мүмкін. Мұндай қорқынышты түсіну оңай. Мысалы, көптеген табиғи зомбилер, олар паразит. Жануардың жүйке жүйесіне тамақ тізбегі арқылы енген кезде жасалынады. Ол иесінің қимылын өзіне қабылдайды. Көбінесе бұл жыртқыштың қолына түсу үшін иесін сыртқа шығаруға әрекет етеді. Егер сәтті болса, паразит жаңа иесіне бастапқы жұқтырған жануарға енгендей өтеді. Тіпті кейбір саңырауқұлақтармен қоректенетін белгілі бір жәндіктерді тартады, содан кейін оларға жұғады. Алайда содан кейін саңырауқұлақтар жасушаларды хост жасушаларын және де ақыры соңында олардың барлық қимылдарын өзінің қадағалауына алады. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Әрине дәлел алу өте қиын, егер айтпаса мүмкін емес. Әрине зомби апокалипсис мүлдем болмау мүмкін. Әрине бұл қуантады. Дегенмен де барлық мәлімдемелерді ақылсыз деп айта алмаймыз. Уфологтардың бақылау жағдайлары сияқты, бірақ ойлануға арналған тақырып әрине бар. Сіздермен болған Қасиет. Сау болыңыздар.